Ассаламу алейкум. Менің 3 подписчигім. Бүгін осы видеода мен сіздерге бір способ айтамын. Ол нәрсе мастурбацияға қарсы тұруға көмектеседі. Ол не нәрсе? Жалпы порно тәуелділіктен арылу үшін ол способтар негізі бір видеоға сыймайды. Сондықтан ақырын бір-бірден үзіп видеоға түсіретін боламын. Бүгін біздің айтатын способ ол мына нәрсе. Сізге бірінші ой келеді ғой, ең бірінші. Мысалға сіз отырсыз, мысалы бір нәрсе істеп жатырсыз, сабақ отырсыз, кітап оқып отырсыз, болмаса жай жатырсыз, телефон шұқылап, видео көріп, кино көріп деген сияқты. Сол кезде не нәрсе болады? Аяқ астынан сізге по щелчку пальца ой келеді. Так, бүгін қандай актрисамен көрсем болады видео деген сияқты. Вот осы нәрсені, осы ойды ең алғашқы секундында оны жеңіп тастау керек. Әйтпесе ол әр секунд сайын, ол даже минут сайын, әр секунд сайын ол күшейе береді да, соңында сіз ол нәрсеге қарсы тұра алмай қаласыз. Сондықтан бірінші ең алғашқы секундында сол нәрсе ойға келеді, сол ой миыңызға келеді, сол кезде ол нәрсені мүлдем алып тастау керек. Енді мысалы мен кеше мынандай нәрсе болды. Мен компьютер шұқылап алғам, ноутбук. Сол кезде маған бір ой келді осындай. И сол ойды жеңу үшін мен мысалға сериал көріп бастадым да. Сіз де сол сияқты бір нәрсемен өзіңізді шұғылдандырыңыз. Себебі безделье — это игрушка дьявола. Және адам бос отырған кезде оған сондай бір ойлар келеді да. Почему бы и нет деген сияқты. Қазір қолым бос, уақытым бар, энергиям бар. Куда бы слить эту энергию деген сияқты ой келеді. Сондықтан өзіңізге қызық нәрсе, мысалы кітап оқып, мысалы бастаңыз да, кітап оқыңыз, болмаса былай айтқанда бір сіздің ойыңызды бүйтіп жаулап алып кететін нәрсе керек та. Кино көру, сериал қарау, кітап оқу, болмаса сыртқа шығып мысалға бір жұмыс істеу, болмаса турникке тартылу, болмаса барып просто серуендеп қайту деген сияқты. Осындай бір кеңестер бар. Каналға жазылыңыздар, лайк, дизлайк қойыңыздар, колокольчик басыңыздар. Және де естеріңізде болсын: нет соблазну, нет страху, нет сожалению. Қуатты болыңдар жігіттер.